Қалайсыздар көрермендер? Бүгінгі шығарылымда әуесқой бокс туралы айтамын. Біздің соңғы жылдағы сәтсіздіктерден кейін біздің бас бапкер ауысты, сондай-ақ біз жаңа ұйымға мүше болдық. World Box ұйымына мүше болдық. Біздің бокс федерациясы үлкен өзгерістер жасап алға жылжып жатырмыз. Бұрынғы жарыстар секілді бармақ басты көз қысты бұрынғы байлардың балдары үшін барлығын жасаушы еді, ал қазір 100% болмаса да әйтеуір өзгеріс бар екені көрінеді. Соның кесірінен бокстан Олимпиадада бір алтынға зар болып қалғанымыз өтірік емес. Оны айта берсек ештеңе өзгермейді, ендігі болашақ чемпиондарымызға көңіл бөліп алға жылжуымыз қажет. 2025 жылға қойған мақсаттар көп. Біз осы жылы 2 әлем чемпионатқа қатысамыз, бірі AIBA ұйымдастыратын, ал екіншісі World Box ұйымдастыратын қос әлем чемпионаты. Осы жылға дәмеміз дамбалдай, ие шынымен. Біздің жігіттер үмітті ақтап бұрынғы әлем лидері деген атқа ие болуымыз қажет. Жігіттер осы жылға алғашқы жарысын Испанияда жалауын желбірететін халықаралық жарысқа қатысамыз. Онда Қазақстанның 3-4 нөмірлі былғары қолғап шеберлері жарысқа қатысады. Осы жарыстың ерекшелігі әр салмақтан 2 спортшыдан қатысады. Енді 2 әлем чемпионатқа қатысты әңгіме өрбітсек, менің жеке өз ойым мамыр айында өткізілетін AIBA-ның әлем чемпионаты басында Астанада өтеді делінген, неге екенін білмедім. Стамбулға көшіріліпті. Ол жарысқа 2 нөмірлі ие болмаса 3 нөмірлі боксшыларымызды жіберсе жақсы болар еді. Біз Қазақстан чемпионатында көптеген жас мықты жауынгерлерді көрдім. Оларды осы бастан ірі турнирлерге жіберіп тәжірибе жинатуымыз керек. Бұл бас бапкерге берілген үлкен мүмкіндік. Ал бірінші нөмірлі боксшыларды World Box ұйымдастыратын чемпионатқа жіберу керек. Ол жерде қазір бәсекелестік күшті және ел үмітін ақтайтын спортшылар ғана баруы керек. Осымен осы шығарылымды аяқтаймын достар, лайк басып қолдап кетик, бізге ол мотивация болады. Қазақ батырларының жеңісті күндері мол болсын.